Несін сұрайсың? Неше балаң бар? Екі балам бар ма? Енді атын айтасаң, туған күнін, жылын Ардақ айтасаң. деген bizim 2012 жыл 13 июнда туылған балам бар. Бірінші балам. Екіншісі 20 апрельде. Ол деген 2017 жыл туылған балам бар. Атлары и туған күндер жылдары. Менің 4 перзентім бар. Үлкен қызым Айзада. Март айының 2013 жыл 30-ында туылды. Екінші балам 2015 жыл Айдос. 23 май күні туылды. Нечесі екенін айтты. Үшінші қызым Азиза. Ол 2020 жыл 15 сентябрьде туылды. Үшінші балам Айбек. Ол 2023 жылы 18 октябрьде туылды. Бар. Екі ұл перзентім. Бірінші перзентім Мырзаназар 2019 жыл 16 июль туылған. Екінші перзентім Мәмбетназар 2023 жыл 29 апрель күні туылған. Менің 4 перзентім бар. Біріншісі Маманбей 2011 жыл 5 июнда туылған. Екіншісі Дұрдана 2014 жыл 24 февраль. Үшіншісі Айзия қызым 2019 жыл 18 август. Төртінші қызым Айсұлу 2024 жыл 26 октябрь. Екінші перзентіңіз нешінші класс? 6 класс. Бала неше жаста сөйледі, мысалы, бала неше жаста жүрді? Ya o kalktan bilmiyorum, kalktan bilmiyorum onu. Kalktan bilmiyorum, жұмыста болған. Камерді қой кеттім мен. 2 жыллап жоқтар. 3 перзентім бар. Бірінші Гүлжайна 2013 жыл 9 октябрь. Екінші перзентім Бақтыбек 2012 жыл 17 сентябрь. Үшінші Азиза қызымыз 2018 жыл 5 июль. Өмірлік жолдасыңыз бе ең бірінші көрсен күн? Білмеймін, ядымда жоқ. Тойың қашан болды? 2009 жыл 2009 жыл октябрьдің 20 Қадеш беріңіз. Бір 23 октябрь 23. Яқшы. Неше перзентіңіз бар? Аты, туылған күні, туылған жылы. Екі ұл бір қызым бар. Ең үлкен перзентім Айдос 2010 жыл 11 май. Екінші Шариар 2017 20 март. Үшінші Алланың берген қызым Муслима 2023 жыл 12 октябрь. Келіншегіңізге мұхаббат ысқар қылған күн. 28 май 2006 жыл ма? 2006 тәртіпке мектепте. 5 классың. 11 класс. Келіншегіңменен танысқан күнің. Есіңде жоқ. 2022 Қайда таныстың? телефонда. Бірінші көріскен қайыр? Келіншегіңе ең ақырғы берген сауған. Дінімізде айтқан ғой, берген затыңды ұмытып кет. Алатын затыңды өмірде ұмытпа деген. Сосын ұмытып кеттім. Алғаныңда Жұмшайып қойды.